Ертеде бір өте ақылды әрі қу түлкі болыпты. Ол орманда алаңсыз серуендеп жүрсе, алдынан жолбарыс шығады. Жолбарыс түлкіні ұстап алады да: "Мен сені жеймін" деп, түлкіге бас салмақ болады. Асықпаңыз, мен осы орманның қожасымын. Егер сіз мені жесеңіз, орманның бүкіл аңдары сізді жейді. Ане, олай болса орманыңды көрсет. Көрейін қандай қожайын екеніңді. Түлкі жолбарыстың алдына түсіп, орман ішінде маңғаздана жүріп келеді. Ал аңдар болса, түлкіге таңданып қарап тұрды. Жолбарысты көрген аңдар қорқып, ағаштардың арасына жасырынады. Ал түлкі жүрісін жалғастыра береді. Расында орманның қожайын екенсің. Барлық аңдар сені көргеннен қаша жөнелді. Мен де сені жөніңе жіберейін. Осылайша айлакер түлкі жолбарыстан айласын асырып, аман қалыпты. Достар, айтыңдаршы, түлкі қандай аң екен? Оның түрі қандай? Ал мінезі қандай деп ойлайсыңдар? Иә, дұрыс айтасыңдар. Оның жүні қызыл, құйрығы ұзын. Өзі өте ақылды, айлакер. Ал жолбарыс қандай аң екен? Сендер жолбарысты көргенде қорықтыңдар ма? Иә, достар. Жолбарыс қара қызыл жолақты, өте ашулы, жыртқыш аң. Қараңдаршы, достар, сендер қандай аңдарды көріп тұрсыңдар? Аттарын білесіңдер ме? Дұрыс айтасыңдар. Бұл жерде кірпі, қоян, тиін, түлкі, елік, қасқыр және жолбарыс бар. Достар, сендерге ертегі ұнады ма? Ұнаса, лайк басып, тіркеліп алыңдар. Бізбен бірге болыңдар. Әлі талай қызық ертегі айтамыз. Әзірге сау болыңдар.